Тақырып жалғастырайық. Нұр Отан саяси партиясының кезектен тыс 17-ші съезінде жарияланған мәжіліс депутаттығына үміткерлердің жартысынан көбі нәзік жандылар екен. Сондай-ақ мемлекет басшысы атап өткендей, партия атынан депутаттыққа үміткерлер құрамы 60%-ға жаңарған. Съезде тізімге жаңадан енгізілген кандидаттарға тың бастамалар жүктелді. Талғат Уәли тарқатады. Елордадағы Тәуелсіздік сарайының алдына таңбозынан министрлер мен сансаладағы шенеуніктердің сүліктей қара көліктері қаз-қатар тізілуде. Арқаның аязына қарамастан маңызды шараға партия мүшелері тегіс жиналған. Тек Илья Ильин ғана келе алмапты. Ол байрақты бәсекеге жаттығу үстінде екен. Өнер, спорт және саясаттың серкелері бас қосқан жиынды елбасы көтеріңкі көңіл күймен бастады. Осы шараға алыс жақын жерлерден арнайы келген ел мақтаныштарын орнынан тұрғызып, ілтипатын білдірді. У нас присутствует здесь Геннадий Геннадьевич Головкин. Где он? Где он? О. Могу подтвердить, что весь Казахстан болеет, когда ты выходишь на боксерскую арену. Все слушают. Ночью разница с Америкой 11 часов. Спасибо. Гордимся. Ну, побей как можно больше и возвращайся. Обязательно. Бұл жиында сөз сөйлеймін деушілерге президент ешқандай шектеу қоймады. Тіпті регламенттен шығып бара жатса да партия мүшелерінің баяндамаларын бар пейілімен тыңдады. Может, есть желающие еще что-то скажут. Ехал, хотел сказать, хотел, а вот не дали мне слово. Нет таких? Пожалуйста, уважаемый Нурсултан Абишевич, Да. разрешите? Вот видишь. Алғашқылардың бірі болып сөз тізгінін екі дүркін Қазақстан барысы Бейбіт Ыстыбаев алды. Әдетте қарымын сөзбен емес іспен байқататын палуанымыз біз ойлағандай сөзге шорқақ болмай шықты. Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады дейді халқымыз. Біз боз кілемде бір ғана палуанмен алсақ, әлемдік саясаттың нағыз қасы батыры сізсіз. Біз сізден үлгі аламыз, сізге қарап бой түйіміз. Қазақтың батырлары, ер азаматтар мен спортшылар қашанда сізбен бірге. Қандай сайлау өтсе де, сіз бастаған Нұр Отан бәрін алып та, шалып та жығады. Енді партия сенім артқан 127 үміткер кандидат ретінде тіркелуі тиіс. Олардың арасында тек саясаткерлер ғана емес, заңгерлер мен қоғам қайраткерлері, әнші және спортшылар да бар. Кейбірі бұған дейін мәжілістің мінберіне сөз сөйлеп, елдің мәселесін сан рет көтерген тұлғалар. Партия бұл сайлауға Бекболат Тілеуханның да түскенін қалапты. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығармай ел болмайды. Әсіресе осындай кезде бір үлгіміз керек. Бастаған ердің артынан ерік беру, елге сын осындай кезде. Бұл бірлі жарым ғана тұлғалардың мойнына түсетін бұл жүк емес. Бұл елдің алаштың баласы мойнына түсетін сынақ. Жиын басталмай тұрып-ақ съезге келушілер кезек-кезек суретке түскен Қайрат Нұртас та үміткерлердің қатарында. Жас әнші өзімді көтерген халыққа еңбегімді сіңірер кезім келді дейді. Қаншама халық бізді осындай дәрежеге жеткізді. Өзімнің жеке кештерімнің бәрін, шын айтсам, бүкіл аудан түкпір аудан арламаған жерім қалған жоқ. Сондықтан қаншама халық мені көтерді. Енді мен өзім ойлаймын, сол мені көтерген халықты, осы қазақ елін енді кезек менде. Мен енді көтеруім керек деп өзім ойлаймын. Байқағандарыңыздай бүгінгі жарияланған тізімде шоу-бизнес пен спорт майталмандары көп. Жаңадан жасақталар парламенттің үміткерлері жайлы сан алуан пікірлер айтылуда. Дегенмен Ғани Қасымов өз ойын былайша пайымдады. Когда Илья Ильин стоит... Илья Ильин байрақты бәсекелерде Қазақстанның әнұранын бір емес екі рет орындатып, Серік Сәпиев олимпиада чемпион атанғанда біз оларды жақсы көреміз. Ал саясатқа араласқысы келсе, олар лайық па деп күмәнданамыз. Ол дұрыс емес, оларға халық сенеді, біз сенеміз. Ертең мәжіліске өтіп кетсе, өз салаларының мәселелерін қозғайды. Өзіңіз көрдіңіз, жиналып отқан халық бәрі шапалақ ұрып отырды, үлкен қошемет. Біздің спортшыларға неге десеңіз, олар еңбектері өте үлкен. Біздің еліміз үшін, еліміздің осы спорт үшін, өзіңіздер білесіздер, осы біздің еліміздің намысын қорғап, туымызды желбіретіп, әнұранымызды айтқызған әрбір Қазақстанның олар жүрегінде. Елбасының баяндамасын мұқият тыңдаған съез қатысушылары жиыннан ерекше көтеріңкі көңіл күймен шықты. 5 институционалды реформа мен 100 нақты қадамның партия жасақтаған сайлауалды тұғырнамадан табылуы көсегемізді көгертері анық дейді. Әр өңірден келген бүгінгі делегаттардың барлығы да
мұқият тиянақты саяси тұрғыдан түсіндіріп, елдегі қазір бірлік пен бірауыздылыққа, тыныштыққа үйлесімді одан әрі арттыруға жұмыс жасау керек деп білемін. Партиямыздың ауыл шаруашылық саласына арналған тұғырнамасы және де орта шағын бизнесті, кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы біз үшін үлкен келешекке жол сілтеді. Осылайша еліміздің түкпір-түкпірінен келген 2200-ге тарта Нұр Отан партиясының мүшелері елбасының съездегі баяндамасынан тың тапсырмалар арқалап, оны өздерінің аймақтарында насихаттау үшін елдеріне қайта аттанды. Талғат Уәли, Қанат Әбілдин, қорытынды жаңалықтар.